Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеода біз осындай оформление жасауды үйренетін боламыз тортқа. Өте қарапайым крем, яғни крем-чиз. Бұны негізі кондитерлерде, басқа үйде отырған самоучкалар көп қолданылатын крем болып табылады. Оңай жасалынатын креммен осындай әдемі оформление жасауды бірге үйренейік. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Біз начинкасын барлығын салып, тортты жинап болғаннан кейін осындай пищевой пленкаға орап қоятын боламыз. Бір түннен алып шыққаннан кейін қалған кремдерді осылай видеодағыдай алып тастап, ең бірінші жан-жағына осылай кремді жағып шығатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңызда шпательдің көмегімен осылай жан-жағын тегістеп шығатын боламын. Шпательден ауысып қалған кремдерді маған үстіне қойған ыңғайлы. Егер де сіздерге жеке қойған ыңғайлы болса, жеке қойып алыңыздар. Қалған кремді мен осылай үстіне жағып шығатын боламын. Лопатканың көмегімен немесе қасықтың көмегімен сіздерге қалай ыңғайлы, солай тегістесеңіздер болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай неше түрлі инструменттер қолданып жатырмын. Пышақ, шпатель, лопатка барлығын видеода қарап тұрғандарыңыздай жан-жағына жетпей қалған жерлеріне кремді аз мөлшерден қойып тегістеп шығамыз. Жетпеген жерлеріне кремді толықтырып, қалған креммен осылай әдемі насадкамен гүл етіп немесе узорлар жасасаңыздар болады. Бұл оформление жағы өз қалауларыңызша, егер де бұндай оформление ұнамаған жағдайда бұны оформление жасамай, просто жан-жағына шоколад құйып шықсаңыздар да болады. Маған осындай оформление өте қатты ұнайды, қарапайым және әдемі көрінеді. Үйіңізде не бар, сонымен оформление жасай беріңіздер. Жеміс-жидек болса, жеміс-жидек қолданып, шоколад немесе басқа да өзіңіздің талғамыңызға қарай үйде бар нәрсемен жасай берсеңіздер болады. Мінекейіңіздер, аз уақыттың ішінде осындай тегіс әрі әдемі тортты бірге жасап шықтық. Орталарына өз қалаларыңызша сөздеріңізді, тілектеріңізді жазсаңыздар болады. Сіздерден кешірім сұраймын, мен озвучканы баламен жасап отырмын. Егер де артық сөйлеп қойсам, кешірім сұраймын. Көріп тұрғандарыңыздай барлығы әп-әдемі болып шықты. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Сау болыңыздар, жасап көріңіздер.